Бүгін бізде мына клипсатормен қалай жұмыс жасаймыз, қалай оқтарын саламыз, сол жайлы айтып кетейін. Осындай болып тұрады. Автоматический клипсатор дейді. Яғни бұл сеткалар жасағанға жақсы, және екі проводтарды бір-бірімен байланыстырған кезде жақсы. Мысалы, бұны мынандай оқтары болады. Бұл оқтар 600 штук болады екен. Қорабында негізі 0,6 толщинадан 2 мм толщинаға дейін екі сымды бір-біріне қоса береді екен. Қазір енді сіздерге қалай оғын заправлять етеді, соны көрсетіп жіберейін. Мысалы, мына несін тартамыз да күшпен төмен қарай түсіреміз. Қолдарыңызды байқайсыздар, бұл жер өте қатты, күш керек. Түсіріп алған соң оқтарын мына жақтан кіргізесіздер. Осы сияқты. Мына жерге дейін ғана кіргізе аламыз. Біз оқты одан ары қарай кіргізе алмаймыз, өйткені мына жерде біздің оқты итеріп тұратын пластмасса екен, сол затымыз тіреліп қалады. Қазір міне пружина итеріп тұрады. Қарасаңыздар. Мына оқтың ұшы бүйтіп қысқан кезде некеңіз көрсеңіздер, колечко болады. Осындай. Қазір енді мына екі вязалканы қазір орап көрейік. Оны қалай орайсыздар? Мысалы, бүйтіп алдыңыздар. Қыстыңыздар, қатты до конца жібердіңіз. Мінекеңіз. Осылай қысылып қалады екен. Сетка құрған кезде өте жақсы нәрсе, клипсатор деп айтылады. Осындай зат. Екі миллиметрға дейін қысады екен, қарасаңыздар. Қуаттылығы. Колечканың арасын айтып отқаным. Осындай.